Бәріне сәлем. Бүгінгі сабақта біздер WebSocket'те авторизация жасауды үйренетін боламыз. Сол үшін алдыңғы сабақта өткен кодымызға қайта оралайық. Мына жерде ASGI файлының ішінде қандай да бір middleware-лар жазылған. Біздер сол сияқты авторизацияға өзіміздің middleware-мызды жазып шығатын боламыз. Ендеше кірсек, ASGI деген жерге барамыз. Мына жерге жаңа middleware жасаймыз. Сол үшін AUS-тың ішіне жаңа файл ашайық. Middlewares деген файл. Осы middlewares файлының ішінде жаңа класс ашамыз. Бұл класстың ішінде инициализацияға арналған метод болады. Және екіншісі call деген метод болады. Мысалы, оны көру үшін мына AUS middleware-ді шақырып, ішінде ол қалай жасалған туралы көрсеңіздер болады. Мысалы, channels AUS middleware. Міне AUS middleware, ол қандай да бір AUS middleware қандай да бір basic middleware-дан мұрагерлікке алып тұр. Осының ішінде қандай функциялар бар, бізде соны жасайтын боламыз. Қысқаша айтқанда, сол үшін бүйтіп көшіріп қоя салсақ та болады. Мына жерде олар өздерінің авторизацияға арналған middleware-ын қалай жасағанын көріп тұрмыз. Біз енді соған ұқсатып жасайтын боламыз. Енді біріншісі call деген, яғни call деген функция біздерде middleware шақырылған кезде бұл жерге, яғни деректер келетін болады. Біздер осы деректерге print жасап шығарып алайық алдымен. Қандай мына деректер нені білдіретінін түсінуіміз керек. Сол үшін print scope receive send деп шақырып алсақ болады. Енді қайтадан connect басамыз. Бізде еш нәрсе орындалып тұрған жоқ. Серверімізді қайттан қосып, онда енді қайттан connect жасап көрейік. Бұл еш нәрсе шығармай тұр, себебі біз мына middleware-ді қоспадық. Соны алдымен қосып жіберейік. Оны қосу үшін енді ASGI-ға барамыз. Авторизациядан middleware-ді импорт жасаймыз. AUS middlewares import WebSocket AUS middleware. Енді осы middleware-мен мына middleware-ді қосатын боламыз. Мына URL router-ді қосатын боламыз. Сақтадым. Енді қайттан connect жасаймын. Міне енді шықты деректері. Мынау scope деген нәрсе. Scope деген бізде dictionary болып келеді. Екіншісі келесі нәрселер бізде тағы қандай нәрселер бар. Мына жерде көрсетілмеген, себебі біздер бұлар дұрыс print жасап жатқан жоқпыз. Яғни бізге мына ең маңыздысы осы scope деген нәрсе керек. Осы scope-тың ішінде бізде қандай ақпарат бар екенін көріп тұрсыздар. Міне type WebSocket, мына оның жолы, root path, header, және тағы да басқа. Енді осы жерде адамды қалай аламыз десеңіздер, бұл жерде ешқандай адам жоқ. Адамды өзіміз беруіміз керек. Мысалы, қандай да бір query параметр арқылы беру керек. Мысалы, мына жерде access, мысалы, access токен арқылы беру керекпіз. Some токен. Яғни қандай да бір токенді осылай жіберетін болсақ, connect деп басам. Енді көрейік. Мына жерде байқап тұрсаңыздар, міне query string-тің ішінде бізде access токен, some токен деген сөзіміз келді. Бізге осы query string керек деген сөз.
осы query string'тан біздер токенді алып, сол токен арқылы адамды алып, сол адам авторизацияланған ба, авторизацияланбаған ба, соны тексеретін боламыз. Енді қысқаша жоспар осылай, яғни біздер query string'ті аламыз бірінші. Query string ол scope'тан, scope деген бізде dictionary объектісі, біздер get деп query string'ті алып жіберейік. Ал егер ол болмаса, b деп, яғни кодировкадағы стрингті қайтарамыз, және соны біздер декод жасаймыз. Себебі мына мысалда көргендеріңіздей ол b деп басталып тұр. Бұл стринг, яғни b деп басталып тұрса, оны декод жасау керек. Декодты біздер UTF-8 арқылы жазсақ болады. Енді query string'ті print жасап шығарып көрейік. Не access токен, sum токен деп қайтты. Бірақ мына жерде токеннен бөлек тағы бір басқа деректер болуы мүмкін. Sum data 1-2-4 деп қойық. Міне, яғни осылай тұратын болады. Сол осындай жерден access токенді алу үшін біздер бұны query парам деп айтады. Осы query параметрдан parsing жасау арқылы аламыз. Ол үшін біздерге жаңа модуль қосу керек болады. From URL lib parse және import parse query string деген функцияны пайдаланамыз. Parse query string'ке біздер осы query string'ті береміз. Ал оның жауабын parsed query string деп сақтап алайық. Енді осыған print жасап көрсек болады. Ол бізде, яғни біздің дерегімізді мынандай dictionary-ға ауыстырды. Осы dictionary-дан енді біздер access токенді алу керекпіз. Ол үшін біздер access токен тең болады. Байқағандарыңыздай мына жерде sum токен деген біздің токеніміз тізімнің ішінде тұр. Осы тізімнің бірінші элементін алатын боламыз. Parsed query string get access токен, немесе осы access токен болмаса, біздер бос массив құрастырып, лист құрастырып, соны бірінші элементін аламыз. Яғни бұл жерде бізде access токенді алады, немесе none деген типті қайтаратын болады. Енді біз соңында access токенді print жасайық. Міне, яғни sum токен деп біз токенімізді алдық. Бірақ осы токеннің орнына шын токен жіберейік. Ол үшін мен мысалы мына жерде айдос болып авторизация жасаймын. Және access деген токенді алып, sum токеннің орнына қоятын боламын. Бұл жерде кішкене өзімізге ыңғайлы етіп алайық. Мына хосттың барлығын мен алып, жаңа айнымалыға теңестіретін боламын. Оны мына collection ішінде осы жерге қосатын боламыз. Base, URL және access токен. Бұл access токенді біздер мына жерден алып көшіріп қоямыз. Енді connect жасап, енді осы токенді print жасайық. Көріп тұрғандай, міне осындай токен келіп жатыр. Осы токенді алып, осы токенне адамды алу керек біз енді. Ол үшін және тағы да ол үшін біздер REST Framework Simple JWT деген модульді авторизацияға пайдаланған болатынбыз. Содан access токен деген классты шақырамыз. Осы access токен объектісінен
print орнына access токенді қойып, осы access токенді беріп, userді алатын боламыз. Яғни access token object дейік бұны. Яғни бұл access token классының объектісі. Оның ішіне кіріп көретін болсақ, так, біздерде мінекей get деген методы бар. Соның ішінде payload деген, яғни осы access токеннің информациясы тұратын айнымалысы бар. Сол айнымалыны print жасап көрейік. Connect жасайым. Міне token type access. Бұл access токеннің жарамдылық мерзімі. Және тағы да басқа біздерде деректер. Және user ID. Бұл бізде user ID қай адамның токені екенін көрсетіп тұр. Яғни осы user ID-ді пайдаланатын боламыз. Енді біздер қазір сол userді алатындай жаңа метод жазып шығайық. Мысалы, мына жерге қасына жазып қойсаңыздар болады. Немесе аустың ішінде жаңа жер ашсақ болады оған арнайылап. Services by қандай да бір сервис деп алып. Бұл жерде бізде def get house немесе get user дейік. Get user by ID. Мына жерге user ID келеді. Бұл string форматта. Жайт бұның типін көрсетпей қойық әзірге. Және бұл қандай да бір user деген адамды қайтаратын болады. Сол үшін біздер алдымен user деген модель шақырып алу керекпіз. Біздерде кітапханалар бір-бірімен циклды импорт жасамау үшін біздер оны басқаша шақырсақ болады. Яғни Django арқылы Django contrib house. Так, models house import get user model. Және мына жерде user get user model. Енді бұл user деген біздерде userдің моделі. Get user деген жерде біздер try catch арқылы жасақ болады. Яғни try деп осылай жасаймыз. Ал қандай да бір except шыққан кезде, егер doesn't exist деген қате шығатын болса, мына жерден қатені қайтарсақ болады. Және одан бөлек, мысалы мына жерде userге теңестіріп алайық. User is active деген жері false болуы мүмкін, яғни сөндірілген адам болса, онда соңында тексеріп кетсек болады. User is not active. Және соңында біздер userді қайтаратын боламыз. Енді осы get user by ID дегенімізді middleware'дің ішінде шақырамыз. Және user тем болады access token object payload user ID дейміз. Ал мына жерде біздерде payload орнына get десек болады. Себебі бұл payloadта get деген объект бар. Яғни сол payloadтан алып беретін болады. Ал ол, яғни қалыпты жағдайда none деген жолда алатын болады. Енді біздер userді осылай алсақ, келесінде осыны scope арқылы беру керекпіз. Яғни мына scope'ның ішіне салатын боламыз. Scope user тем болады get user by ID. Енді connect жасап көрейік. Бізде 500-ші қате, себебі қарасаңыздар, бізде бұл функция карутина, яғни async деп басталады. Ал мына get user by ID бұл синхронды функция.
сол үшін біздерде жаңағы get user by ID'ді біздер синхронды пайдалану керекпіз. Сол үшін бұның алдына await деп жазамыз. Және мына жерге жаңа модуль шақырамыз. From channels db import database sync to async дейміз. Бұл яғни декоратор синхронды функцияны асинхронды функцияға айналдыратын болады. Және мына middleware'дің ішінде біздер оны await деп шақыратын боламыз. Енді тексеріп көрейік. Міне жасап тұр бізде. Авторизациядан өттік сәтті. Оған дәлел болу үшін мына жерге барамыз. Так. Мына консюмерге барып, мына connect деген жерді дұрыстап көшіріп алайық. Connect деген бізде мына connect'тің ішінде self деген объект бар. Осы self деген объекттің ішінде scope бар. Сол scope'ты print жасап шығарайық. Немесе осы scope'тан жаңағы user'ды алатын боламыз. Connect'ті басам. Міне айдос деп қай адам авторизация жасағанын көріп тұрмыз. Ал токенді өзгертетін болсақ, енді токенді өзгертіп көрейік. Міне қандай да бір қате шықты. Біздің байланысымыз үзіліп қалды бірден. Яғни біздің кодымыз жасап тұр деген сөз. Token is invalid деген қате шыққан екен. Яғни біздер мына жерге сол токенді тексеретінде тексеріс қойып қою керек екенбіз. Мына жерде біз invalid access token деген қатеміз шығып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай кодымыз жасап тұр. Ал егер шын токен беретін болсақ, міне көріп тұрғанымыздай авторизациядан сәтті өттік. Енді connection барысында қалай жасау керек? Консюмердің ішінде осы юзердің авторизациясын тексереміз. Мысалы, self-scope user is authenticated. Яғни авторизацияланған болса, онда біз accept дейміз. Ал басқа жағдайда біздер байланысты үзетін боламыз. Міне бізде байланысымыз енді дұрыс жасап тұр дегенді көрсетіп тұр. Бүгінгі сабақта біздер веб байланысына авторизацияны қостық. Бұл авторизация middleware көмегімен жүзеге асты. Келесі сабақта бұны ары қарай дамытатын боламыз. Яғни адамдар тіркелген кезде мына жерге жаңа хаттар түсетін етіп жасаймыз. Сол бүгінгі сабақты көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше.